Сәлем достар, мен бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын, тез әрі оңай дайындалатын әсіппен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұл әсіпті кәдімгі жілікпен келетін өкпе, бауыр, жүрек және ішектен пайдаландым. Ең алдымен барлығыны бірге суға тұз салып қайнатып алдым да мясорубкадан өткізіп алдым. Сосын жаңағы пиязымызбен 3-4 чесноктың майда бөлігіні де осылай мясорубкадан өткізіп алып, азғантай бұрыш салып жібердім. Және күрішімізді де тұз салып, жарым-жартылай пісіріп алдым. Күрішті таза пісірмеңіздер, сәл ғана піссе болды. Енді осы жаңағы пісіріп алған заттарымызды жақсылап араластыратын боламыз. Араластырған кезде міндетті түрде тұзыны көріңіздер. Мен тұз салған жоқпын, өйткені қайнатқан кезде салынған тұздарымның дәмі жақсы, орташа болып тұр. Енді осылай барлығыны бірге араластырып, жақсылап біркелкі болғанша араластырыңыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша приправалар салсаңыздар болады. Міне осылай жақсылап араластырып алдым. Енді дайын жаңағы ішегімізді жуып тазалап алып, бір шетіні мен жаңағы ішектің бір шетіне жіп байлап алдым. Енді осы ішегімізге осындай бір ыдысқа өткізіп, жаңағы салмамызды салатын боламын. Қаласаңыздар, кәдімгі баклажканың бас жағын кесіп алып, артынан кіргізіп, осылай пайдалансаңыздар болады. Қаласаңыздар, қасықпен салыңыздар. Мен қолда пайдаландым, өйткені маған сол ыңғайлы. Баклажканы пайдаланатын болсаңыздар, міндетті түрде аузы үлкендеу баклажканы пайдаланыңыздар. Енді салмамызды жақсылап салатын боламыз. Ішектеріміздің ішіндегі салмамыз біркелкі салынуы қажет. Қатты престе, қатты бостауда болып қалмауы керек. Салмаларымызды салған соң ішектеріміздің барлық жеріне бірдей болсын. Кейбір жерлері түйіршектеліп, кейбір жерлері бостау болып қалмауы қажет. Міне осылай салмаларымызды салып алдым. Енді екінші жағыны да жақсылап жіппен байлап алатын боламын. Ішегіміз үлкендеу, яғни әсібіміз үлкендеу болып шықты. Егер қаласаңыздар, осы әсіпті 4-ке бөлуге де болады. Яғни әсіптің араларынан жіппен байлап бөліп алсаңыздар болады. Мен әсіптің екі жерінен байлап алатын боламын. Яғни бірінші күні жей алмай қалсаңыздар, кейінгі күндерге жаңағы басқа әсіп болып, дайын болып тұрады. Мұздатқышқа салып қойсаңыздар да өте әдемі сақталып тұрады. Осылай бір шетінен байлап алып, тағы да екінші жерінен байлайтын боламын. Барлық жерін қарап алдым. Яғни барлық жері біркелкі. Енді екінші жерінен де жіппен байлап аламын. Енді мен қалған салмамыздан тағы да кішкентай әсіп жасайтын боламын. Яғни бұл әсіпті мен моншақ әсіп етіп жасамақшымын. Ішінен салмамызды салып біркелкі етіп, осылай тексеріп алыңыздар. Сосын екінші жерінен жіппен байлап алып, сосын ортасынан бір жіппен байлаймын. Және ортасынан бір байлап, қалған екі жерінен тағы да байлап алатын боламын. Қаласаңыздар, бұдан да майда етіп жасасаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Енді артық жерін кесіп алдым. Енді дайын болған әсіптерімізді қазанымызға салып, үстінен мұздай су құйып, жақсылап қайнататын боламыз. Міндетті түрде тұз салыңыздар. Және басқа дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Лавр, жапырақ сияқты мен ешқандай приправа салған жоқпын, өйткені маған сол жаңағы табиғи дәмі ұнайды. 2,5-3 сағаттай қайнатып алдым. 3 сағат қайнаттым. Міне әсіптеріміз дайын болды достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді.
жұмсақ, аралары да біркелкі болып шықты. Крестеліп те бос болып та қалған жоқ. Енді моншақ әсіптеріңізді кесіп алып, осылай жіптерін алып тастаңыздар. Сіздерге ас болсын.